Есің дұрыс па? Шорт киіп алып, келініңнің алдында жалаң аяқ тұрып, шортпен тұрудың өзі, ойлаңызшы енді өзіңізге. Ақылы бар адам осылай істей ме? Аяғын жалаңдап, жалт-жұлт еткізіп, табан. Қазақта сөз солардан шығады ғой. Қошқар болар тоқтының дейді, маңдай алды дөң болар. Сіз үскенге жақсы да. Адам баланың етек жеңі мол болар дейді. Сүннет пе? Етек жеңі мол болып жүру. Қара, киіміне қарап. Ал қазір жаңағы Абай 37 жасында ата болды дедік, 4 немереге. 40-45 жас атаның жасы. 20-20-да, 25-те балаң үйленсе. 60-65 арғы жасы. 70-80 бабаның жасы болып кетеді. 40-қа келген, 50-ге келген аталар, жаздың күні бәрін білесіңдер, шортпен киіп жүр. Есің дұрыс па? Шорт киіп алып, келініңнің алдында жалаң аяқ тұрып, шортпен тұрудың өзі, ойлаңызшы енді өзіңізге. Ақылы бар адам осылай істей ме? Аяғын жалаңдап, жалт-жұлт еткізіп, табан. Қазақта бір жаман сөз бар, бейшара жалаң аяқ қатты ғой. Аяғыңа бір чулыққа алып кие алмайсың ба? Мәсі галошки деп тұрған жоқпыз. Міне, киім мәселесі, пайғамбар сүннетін айтып отырмын.